Қошемет құрметтеріңіз болсынша, айдана досымша. Қайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар, асылардақты ағайындар. Бүгін мінекей сіздермен біздер талайды таң қалдырған, тамсандырған, қақпасы қағылмайтын, себебі есігі жабылмайтын, өсіп өнген Алпысбаевтар әулетінде, Сағынбай ата ұрпағында бүгінгі қуаныш егелері Есентай ағамыз бен Жанар жеңгеміздің шаңырағындағы жас жұбайларымыз Бағлан мен Әлияның шаңырақ көтерген үйлену тойына қош келдіңіздер. Қадірлі жақсылар, Бағлан қашан үйленетті бәріміз күттік. Аллаға шүкір, бүгін мінеке сол күнге жетіп отырмыз. Ал біздің жастарға көрсеткен қошеметіміз шамалы жай болып қалған секілді. Екі жастың бақыты үшін оң қанат пен сол қанат, жастар бақыты болсын деп бір дүркірет тұрып қошеметімізді көрсетші берейік кішкенекей. Оң қанат, сол қанат. Тамаша, міне енді тойымыздың атмосферасына 100% еніп дайынбыз деген ойдамыз. Ендеше атамғаза қайда барса да үлкеннің сөзіне жүгінген халықпыз. Осы әулеттегі дастархан басындағы үлкендерімізді ортаға шақырып, салтанатты түрде тойымызды бастап беруін сұранамыз. Олай болса, ел сыйлаған елдің ағалары, даралары, үлкен құрметпен үлкен нағашымыз Кәдір тағамызды ортаға шақырамыз. Ел ағасы Көлеген елінің президенті Ахантай ағамызды ортаға шақырамыз. Әулетіміздің үлкені Мамыр ата ортамыздан орын алсаңыздар, келіңіздер, жақсы тілекпен тойымызды бастап беріңіздер кәнекей. Күндіз-түні бір тынбай дала кезген шапқылап, құмар едім өзіңе бала кезден ақ бұлақ. Әнге бөліп маңайда асып-тасып жатасың, ақ моншақтан аспанға шашу шашып жатасың. Сен келіп жағаннан анам талай суалған, сен келіп жағаннан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салған жағанда, сенен артық өлкедей бұл әлемнен табам ба. Арудайын еркелеп бұң бұралған ақ бұлақ, айдың көктен ғашық боп күн тұрлаған ақ бұлақ. Сен болмасаң бір күні ашылмайды ақ бұлақ, саған деген құмарым басылмайды ақ бұлақ. Сен келіп жағаннан анам талай суалған, сен келіп жағаннан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салған жаған. Ал қадірменді қалайық, ортаға бір сәт назар салайық. Ата сөзі қасиетті киелі, ата сөзі жанға жайлы тиеді. Сондықтан да өмірдегі барша адамзат үлкен құрмет пен ізет пен өздерің секілді ел аталарына әрдайым басын иеді екен. Бүгінгі ұрпақ қуаныштарыңыз құтты болсын. Көлеген еліндегі дүбірлі тойды бастау сәті өздеріңізде. Мархабат. Айналайын көпшілік, Көлеген елінен ініміз Есентай қаласа құдай бүйіртіп, үлкен ұлына оқу бітірдіп, азаматтық борышын атқарып, өзінің сүйген махаббатын бүгінгі күні қоғамымызға әкеп шаңырақ көтеріп отыр. Ал айтайын дегенім көпшілік, мынау тойды екінің бірі жасамайды. Бұның шанағаты жағдайы кезін күтіп отыр. Ал жора жекжаттар айналайын майда балдарды олай-олай жүгіртіп тәртіп сақтаңыздар. Той біргісіздей өтсін. Ал енді мен сөзді мына Көлеген деген елдің Жетісай өңірінің несіне. Ал ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Мынау бүгін бір керемет тойдың үстінде отырмыз. Мынау Есентай ініміз өте көрегендік жасап, ағайының басын қосып, жора жолдастарының, құда жежаттарының басын қосып үлкен бірінші қуанышын бөлісіп отыр екен. Есентай, үлкен рахмет. Бұл да бір үлкен көрегендіктің біреуі. Енді ал құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Жаман елмен құда болған жоқсыздар. Қысқаша айта кетейін, Көлеген елі
өзі руға кірмейтін, жүзге кірмейтін ел. Соның ішіндегі мынау Алпысбаевтар әулеті өте қадірлі, елге сыйлы семьяның бірі. Сонау Алматы өңірімен, Алматыдан ғой олар. Дұрыс, молодец. Ал мынау 2 жасқа тілерім. Бекзат, Бағлам балам, келін, мынау тікен шаңырақтарың құтты болсын. Керегесі әр уақытта биік болсын. Іші толған, Құда қаласа Есендайдың немерелері болсын. Тек жақсылықта, аманшылықта үлкен бақыт жолында сүрінбей